Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз 4-ші сыныптың қазақ тілінің 75-ші сабағын өтетін боламыз. Балалар міндетті түрде подписаться батырмасын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Себебі біздің арнамыздан қазақ тілінен басқа математика сабақтарын тегін оқып, өздерінің үй жұмыстарыңды жасай аласыңдар балалар. Енді бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табиғатты қорғаймын, табыс, септік. Тыңдаған мәтіндегі кейіпкердің әрекетіне өз пікірімді білдіремін. Табыс септіктің жалғауларын білемін. Бірінші 51-ші жаттығу мәтінді тыңда. Таңертең ерте оянып тысқа шықтым. Шығыс жақ қызыл шапақ шашып тұр. Сүрлеумен өзенге қарай жүгірдім. Кеше кешкісін қармақ құрып кеткенбіз. Келсем жағада бір аққу қанатымен суды сабалап ұша алмай жүр. Қармақ аяғына ілініп қалыпты. Жалма-жан жейдемді шешіп тастап аққудың қасына малтып жеттім. Аққу суды сабалап сыңсыды. Аузын ашып айбат шекті. Аяғынан ұстадым да қармақтан босаттым. Бір саңқ етті де арғы беттегі жасыл құрақтың ішінде қиқу салып мұны тосып жүрген серігіне барып қосылды. Өзен жағасын әнге бөлеп, аққулар аспанға көтерілді. Бекен Тұрлиев. Тыңдаған мәтін бойынша баланың әрекетіне өз пікіріңді білдір дейді балалар. Енді балалар, бұл жерде менің ойымша баланың әрекеті өте дұрыс болды, себебі аққу киелі құс, оның аққуға тиіспей ешқандай жерін жарақаттап алмай босатуы өте үлкен ерлік болды. Ол аққуды өзінің сыңарына қосылуға көмектесті, балалар. Келесі бізде 52-ші жаттығу сөйлемдерді көшіріп жаз. Бірінші, халық аққуды киелі құс деп есептейді. Екінші, аққуды қармақтан босаттым. Үшінші, аққулар өзен жағасын әнге бөледі. Одан кейін балалар табыс септігіндегі сөздерді тап дейді. Бірінші балалар сөйлемдерді осылай етіп көшіріп жазып аламыз, Енді табыс септігіндегі сөздер бірінші бізде аққуды, нені, одан кейін жағасын, нені деген екі табыс септігіндегі сөздер бар екен, балалар. Енді келесі. Табыс септігіндегі зат есімдер кімді, нені, кімдерді, нелерді деген сұрақтарға жауап береді. Табыс септігі атау септігіндегі сөзге н, д, т жалғаулар жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды табыс септік жалғаулары деп атайды екен балалар. Енді балалар, келесі 53-ші жаттығу сөздерді оқып топта дейді. Әжеге, жанартау, эколог, күннің, от, атама, найзағайдың, су, желді, ұшқышты, даласын және бағбанды деген сөздер екен, сөздерді қандай белгісіне қарай топтастырдың, топтардың бір-бірінен айырмашылығын түсіндір дейді. Енді балалар, бірінші біз сөздерді топтап жазып алайық. Бірінші атау септігіндегі сөздер ол жанартау, эколог, от, су. Келесі ілік септігіндегі сөздер күннің, найзағайдың. Үшінші ол бар септігіндегі сөздер әжеге және атама. Табыс септігіндегі сөздер желді, ұшқышты, даласын және бағбанды. Бұл жерде балалар біз сөздерді септіктің түрлеріне қалай топтастырдық, олардың бір-бірінен айырмашылығы олардың жалғауларында екен, яғни әртүрлі жалғау жалғанып тұр екен, балалар. Келесі бізде балалар 54-ші жаттығу берілген сөздерге табыс септік жалғауын қосып сөйлем құрап жаз дейді. Құс, су, күн, өсімдік. Одан кейін табыс септігіндегі сөздердің қай сөздермен байланысып тұрғанын айт дейді. Сызбаны пайдаланып пікіріңді дәлелде дейді. Бұл табыс септігіндегі сөз, өйткені кімді, нені деген сұраққа жауап беріп тұр, сөйлемде тұрлаусыз мүше болып тұр деп осылай осы сызбаны пайдаланып бұл сөздердің табыс септігінде екенін дәлелдеуіміз керек екен, Бірінші балалар, біз құс, су, күн, өсімдік сөздеріне табыс септік жалғауын жалғап сөйлемдер құрастырайық. Мысалы, бірінші, ешқашан құсты атуға болмайды. Екінші, суды ысырап қылуға болмайды. Үшінші, уақытымызды үнемдеу үшін әр күнді жоспарлау керекпіз. Төртінші, өсіп тұрған өсімдікті ешқашан жұлуға болмайды. Осылай балалар сөйлемдер құрастырсақ болады. Енді бұл сөздер, табыс септігіндегі сөздер қай сөзбен байланысып тұр дейді. Енді балалар, бұл жерде байланысын көрсету үшін былай жазып аламыз. Бұл жерде құсты сөзі атуға болмайды.
не істеуге болмайды, яғни баяндауышпен байланысып тұрғанын көрсетеміз, иә. Суды ысырап қылуға болмайды. Бұл жерде де балалар, суды ысырап қылуға болмайды. Не істеуге болмайды? Баяндауышпен байланысып тұр екен, иә. Уақытымызды үнемдеу үшін әр күнді жоспарлау керекпіз. Күнді жоспарлау керекпіз деп осылай байланысады екен балалар. Яғни баяндауышпен байланысып тұр, иә. Өсіп тұрған өсімдікті ешқашан жұлуға болмайды. Өсімдікті жұлуға болмайды деп осылай байланысады екен, иә. Осылай байланысын сөйлемдерге көрсетіп қойыңдар, балалар. Енді келесі, балалар, сызбаны пайдаланып пікіріңді дәлелде дейді, иә. Бұл жерде құсты, суды, күнді, өсімдікті табыс септігіндегі сөздер, өйткені олар нені деген сұраққа жауап береді және сөйлемде тұрлаусыз мүше болып тұр екен, иә, балалар. Келесі бізде, балалар, 55-ші жаттығу мақал-мәтелді оқып, табыс септігіндегі сөздерді жаз дейді. Бірінші, айдындағы аққуды ақылды мерген атпайды. Екінші, шеге тағаны сақтайды, таға тұлпарды сақтайды. Одан кейін, балалар, табыс септігіндегі сөз сөйлемнің қай мүшесі болып тұрғанын анықтап, бір-біріне түсіндіріңдер дейді. Енді, балалар, бірінші осы мақал-мәтелдерді жазып алайық, иә. Одан кейін табыс септігіндегі сөздерді табамыз, иә. Енді бұл жерде табыс септігіндегі сөздер аққуды, тағаны, тұлпарды сөздері, иә. Бұл сөздер табыс септігіндегі, яғни аққуды, тағаны, тұлпарды сөздері сөйлемде тұрлаусыз мүше болып тұр екен, балалар. Осылай жауап береміз, балалар. Осымен, балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде подписаться батырмасын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Біздің арнамыздан, балалар, қазақ тілі, математика сабақтарын тегін оқып, өздеріңнің үй жұмыстарыңды жасап, түсінбеген тақырыптарыңды біздің видеоларымыз арқылы түсініп алсаңдар болады, балалар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар. Сендерге сабақта сәттілік тілеймін.